Профессор Ньюмовакиннің өз денсаулығымызды нығайту үшін қандай кеңестерін қолдана аламыз? Оларды өз өмірімізге қалай енгізуге болады және ол ережелерден қандай нәтиже күтуге болады? Видео басталмай тұрып, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған кереметтей күш-қуат береді. Сол күш-қуаттың арқасында мен қазақ тілінде мүлдем жоқ видеоларды шығаратын боламын. Келесі видеоларда дәрігер Беріктің видеоларын шығарайын ба, әлде профессор Ньюмовакиннің видеоларын шығарайын ба? Астына комментарияға жаза кетіңіз. Бірінші және ең басты ереже – тамақты мұқият және ұзақ уақыт шайнау. Бұл ережені бәріміз бала кезімізден естідік, бірақ бұл ережені ұстанатын адамдар өте аз. Мен өзім бұл ережені ұстанамын. Бұл ереженің пайдасы қандай? Біріншіден, мұқият шайнау ас қорыту жүйесінің жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. Өйткені тамақты қорыту ауыз қуысында басталады. Құнарлы заттар ағзаға бұрынғыдан да жақсы сіңеді. Нәтижесінде сіз дәретханаға тұрақты түрде баратын боласыз. Тамақтану туралы Ньюмовакиннің екінші кеңесі қандай? Тамақтың 1/4-іне көкөністерді, жемістерді, дәнді дақылдарды және басқа да өсімдік қоректік заттарды, жануарлардан алынатын өнімдерді қосыңыз. Егер сіз осы өнімдерді қоссаңыз, ішекте шіру процестері болмайды, микрофлораны қалпына келтіреді, витаминдер мен минералдардың ағзаға сіңуін жақсартады, сіздің әл-ауқатыңызды да жақсартады. Бала кезімізде бәрімізге терең тыныс алуды үйретті. Бұл біздің денсаулығымызға қаншалықты пайдалы екеніне сендірді. Алайда физиологияға тереңірек үңілсек, көмірқышқыл газы тыныс алу циклінің жанама өнімі ғана емес, ол жасушаларды оттегінің келуіне дайындайды. Ал жиі және терең тыныс алу өкпенің гипервентиляциясының дамуына келеді. Бастың айналуы, оттегінің артық келуіне және жасушалардың оттегіні дұрыс сіңіре алмауына байланысты болады. Бас ауруы қандағы көмірқышқыл газының тым төмен болуына байланысты. Бас ауруын шешу үшін ағзаға көмірқышқыл газы қажет. Ал көмірқышқыл газын қалай аламыз деп ойласаңыздар, мен осы видеода қағаз пакетпен тыныс алу туралы айттым. Сол видеоны толығымен көріп шығыңыз және қағаз пакетпен тыныс алыңыз. Сол кезде сіздің денсаулығыңыз жақсарады. Үшінші кеңес: қозғалыс белсенділігі мен таза ауыз суды тұтыныңыз. Бір күн ішінде кем дегенде 1,5-2 литр таза су ішуіңіз керек. Таңертең оянғаннан кейін 1 стакан су ішу керек. Егер таза су ішуге мүмкіндік болмаса, суды кішкене ғана жылытып жіберіңіз. Біздің денемізге аэробты спорт түрлері қажет. Олардың жаттығу залындағы спорттан айырмашылығы тұтынылатын оттегі деңгейінің жоғарылауы және оттегіні бүкіл дененің жасушалары толықтай сіңіруі. Бұл жағдайда тыныс алу процесі іске қосылады, артық майды кетіреді, теріні қатайтады. Аэробикаға жеңіл жүгіру, серуендеу, жүзу, арқанмен секіру және негізгі бұлшықеттерді созу тағы басқа жаттығулар жатады. Сіз осы ережелерді ұстану арқылы денсаулығыңызды жақсы жағдайда ұстайсыз және керемет күш-қуатпен ұзақ уақыт өмір сүресіз. Сіз осы ережелермен келісесіз бе? Комментарияға жаза кетіңіз. Осы ережелерді дұрыс деп санайсыз ба? Оны да комментарияға жаза кетіңіз. Және профессор Ньюмовакиннің кеңестері туралы қандай ойыңыз бар? Ньюмовакиннің ережелерін ұстанған дұрыс па?